وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sadaqallahu azim. Şüphesiz sen olup көркем мінез құлыққа иесің дейді. Алла тағала пайғамбарымызды сипатта көтеріп жатыр. Не дейді? Шүбәсіз сен үлкен ұлы көркем мінезге иесің дейді. Көркем мінез ол неден басталады деген кезде ол ғибадаттан басталады. Сол ғибадаттың жемісін біз қалай жеуіп жүрміз? Демек, Алла тағала Құранда тағы да астағфиру билlah, инна салата танха анил фахша вал мункар. Шын мәнінде намаз арсыздық және жамандықтан тыяды деген бізді. Оқып жүрген намазымыз арсыздық пен жамандықтан тыймаса, демек бізде 80-90% намазымызда проблема бар деген сөз онда. Оқып жүрген намазымыз түнгі тахаджуд бола ма, күн шыққаннан кейін духан намазымыз бола ма, сүндет, парыздарды оқып жүрміз ғой. Бүкіл намаз атауымызда бізде егер проблема болып, біздерге пайдасын, жемісін бермей жатса, проблема бар деген сөз. Ал енді осыны қалай түзету керек? Намазға ынта қою керек, ықылас қою керек, ағайын. Бірінші мәселе осы. Оқып жүрген намазымызға көңіл бөлу керек. Бұның барлығы осы намазбен келеді. Осыған айтып жатқан бүгінгі тақырыбымызда мұсылманның мұраты көркем мінез, ағайын. Ал оқып жүрген намазымыз бізге көркем мінезділікті бере алмады ма? Намазымызда, дәретімізде, құлшылықтарымызда проблема бар деген сөз. Не істеймін енді? Не істейсіз ол кезде? Намазды шын көңілмен, ықыласпен оқисыз. Жаа ражулун иля наби саллаллаху алейхи ва саллям фақал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанына бір кісі келеді. Я Расулаллах, аузи'ни, маған дейді. Я Расулаллах, кішкене де нұсқа бір маған насихат айтыңызшы дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтады? Фасолли салатан муаддира. Намазыңды оқыған уақытта ең соңғы намаз секілді оқы дейді. Дініміздің басты мақсаты не? Шынайы көркем мінезділікті көрсете білу. Сіз бен бізді ел жұрт, ағайын, туыс, үйдегі ағайындарымыз не деп біледі? Әй, бұл намазхан дейді. Жасыңыз кіші болса да не деп айтады? Құран оқитын кісі табылмаса, әй, сіз намаз оқып жүретіңіз, бір Құран оқып жүреміз деп айтады.